оқушыға осындай әдемі жазу кітапшалары беріледі. Бұл жерде 1-ші сынып пен 4-ші сыныпқа арналған кітапшалар болады. Әр сыныптың өзіне тән тапсырмалар болады. Не үйретеді бұл кітапшада? Бұл кітапшада қалам ұстауды үйрету, элементтер арқылы әдемі және жылдам жазуды үйрететін боламыз. Әдемі жазу сабағында бізде әр сыныпқа арналған осындай кітапшалар бар. Мысалы, 1-ші сыныпқа, 2-ші сыныпқа арналған. Бұның үшін сіздермен таныстырып кетейін. Әдемі жазу кітапшасында 1-ші бетте тақтаға қалай отыру керек деген, көз бен дәптердің ара қашықтығы қанша болу керек деген үйретіледі. Екіншіден, қаламды қалай дұрыс ұстау керек екен. Онда қалам ұстаудың мына жерде бірнеше деген тәсілдері бар. Қаламды дұрыстап үйренгеннен кейін жазуға деген қызығушылығын арттыру үшін бізде бірінші қол моторикасына арналған жаттығулар бар. Әдемі жазу сабағында қойылатын алғашқы бізде талап бірінші орындыққа дұрыс отыру. Ең бірінші біздің орындыққа отырған кезде орындық партаға кіріп тұру керек. Денемізді дәптер мен көздің ара қашықтығы 30 см болу керек. Бүкірек отырмау керек. Оқушылардың дене тік отыруы біздің денсаулығымызға, омыртқаларымызға да ол әсер етеді. Отырғаннан кейін біздің алдымызға тұрған дәптеріміз сәл көлбеу тұру керек. Мысалы, біз оң қолмен жазатын болсақ, жарық біздің сол жағымыздан түсіп тұру керек, ал сол жақпен жазатында жарық оң жақтан түсіп тұру керек. Біз әдемі жазу сабағында қалам таңдаудан бастаймыз. Мысалы, осы екі қаламның бізге осы көк қалам маған ыңғайлы оқушылар. Неге? Себебі бұл жерде резинкасы бар, ұстаған кезде оқушылардың қолы сырғып кетпеу үшін өте ыңғайлы қалам. Оқушылардың жазуы осы қаламға да байланысты болады. Қазіргі кезде жуан қалам, әртүрлі қалам тұрады ғой, бірақ міндетті түрде сіздер осындай жіңішке, не болмаса осы тұстары резинке болса, оқушыларға осындай қаламды ұсынар едім. Енді сіздерге осы қаламның ұстау әдістерін айта кетейін. Біріншіден, қаламды ұстамас бұрын осы ортаңғы саусақтың жоғары бунағына осы жерге біз сызық қойып аламыз. Оқушыларға шатаспаушы сызық қоямыз. Енді қаламды ұстаған кезде қарап отырсаңыздар, жаңағы сызған сызықтың үстіне бекітілетін болады. Екі саусағымызбен екі жақтан қысамыз. Енді бізде оқушыларға осы екі саусағымыз жабылып тұру керек. Кейбір оқушыларға бұның жазып жатқанда ұмытпау үшін сіздерге бір тәсіл айтайын. Ол үшін мысалы қағазды аламыз, жіңішке етіп, майлақты аламыз да осы алақанымызға бекітеміз. Саусағымен оқушы осы майлақты қатты емес, жай қысып тұру керек. Біздің келесі қалам ұстаудың тәсілінің бір түрі, кеңсе тауарлар сататын дүкенде осындай арнайы қаламға арналған резинкелер сатылатын болады. Бұны қалай қолданамыз? Ол үшін осы резинкені аламыз, қаламды бекітеміз, қаламға бекітеміз. Ортаңғы саусағымызды мына резинкеге іліп аламыз, екі саусағымызды резинкеге бекітетін боламыз. Қарап отырсаңыздар. Енді жазуды бастаймыз. Бұл оқушылардың қолдары, саусақтары тайып кетпеу үшін, бір қалыпты қозғалмай жазылу үшін арналған таптырмас құрал болып табылады. Құрметті ұстаздар, сабақты бастамас бұрын біз міндетті түрде оқушылармен ең бірінші нейрожаттығу, қол моторикасын дамытып аламыз. Ол үшін бізге арнайы олардың алдарына парақшалар беріледі, қолмен жұмыс. Мен сіздерге қазір мысал ретінде көрсетейін. Екі қолымызды аламыз, бас бармақпен кіші саусағымызды аламыз. Енді осы екі қолымызды бірдей бағытта алмастыратын боламыз. Нейрожаттығусы, қол моторикасын дамыту не үшін керек десеңіздер, бұл баланың ми бөлшектерін бірдей уақытта нейрондарының жақсы жұмыс істеуіне бағытталған жұмыс болып табылады. Бастапқыда балаларға өте қиын болады. Өздеріңіз де жасап көрсеңіздер, жылдамдықты қосамыз. Бұл біздің миымызға арналған жаттығулар болып табылады. Сіздерге қазір мен әдемі жазу сабағында алғашқы әріптер мен жалғасатын әріптерді жазу үлгісін көрсететін боламын. Мысалы, біздерде мына жерде А мен Л-ны жалғап көрейік. Парақшада бізде әріптерді дұрыс таңбалану керек. Көлбеу сызықтарды дұрыс пайдалану. Мысалы, О деп жалғап көрейік. Жалғауын жазып, О. Қараңыздар, астынан жоғарыға қарай жазатын боламыз. Ош. Оқушылар дәптерге жазған кезде әріпті қарап отырсаңыздар, мына жерде қалай әріптермен жалғасып жазатынын үйренгеннен кейін ғана біз осылай жазуларды жазатын боламыз. Мысалы, мына жерде дұрыс таңбаланған С мен А, жоғары жақтан, ережеде жоғары жақтан бізде А таңбалану керек, жалғану керек. Мысалы, Б мен А, мысалы, Б төмен жақтан жалғанады, А жоғары жақтан жалғанады.